Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 154-ші сабақ. Үш бұрыштар. Бірінші есеп. Ұзақ уақыт тайпасына қара. Адамзат баласының даму тарихы ұзаққа созылған және қызықты. Уақыт тайпасынан өзің өмір сүріп жатқан кезеңді тап. 2 миллион жыл бұрын, 10 мың жыл бұрын, 5 мың жыл бұрын, және 15-ші ғасырдан 15-ші ғасырда және 4-ші ғасырда, 5-ші және 15-ші ғасырда, 15-ші ғасыр және 20-ші ғасырға қарай, 20-ші ғасырдан 21-ші ғасырға қарай. Яғни әр уақыттың өзінің ерекшелігі бар. Әр уақыт сайын адамзат тарихы дамып өсіп жатқан. Қазіргі біздің өмір сүріп жатқанымыз ең жаңа заман. Алғашқы қауымдық құрылыс, ежелгі әлем, орта ғасыр, жаңа заман және ең жаңа заманның ғасыры. Біздің өмір сүріп жатқанымыз 21-ші ғасыр ең жаңа заман екен. Екінші, тік сүйір доғал бұрыштардың атауын 3 бағанға бөліп жаз. Яғни бізде тік бұрыш SRU, сүйір бұрыш, тік бұрыштар және сүйір бұрыш және доғал бұрышты біз бөліп жаздық. Тік бұрыштар бізде SRU, UTS, RUT, TSR, AVS. Және сүйір бұрышымыз PON, VCA, FGD, CAV. Дәл осы сияқты доғал бұрыштарды да жазып шығамыз. Екінші есеп. Кестеге қара. Бұрыштарына қарап үш бұрыштарды қандай топтарға бөлуге болады? Үш бұрыштар түрлері: тік бұрыш, доғал бұрыш, сүйір бұрыш. Бұрыштарына қарайтын болсақ, біз тік бұрышты, доғал бұрышты және сүйір бұрышты етіп 3 топқа бөле алады екенбіз. Есімізге сақтайық ережені. Егер үш бұрыштың тік бұрышы бар болса, онда ол тік бұрышты үш бұрыш деп аталады. Егер үш бұрыштың екі қабырғасы тең болса, онда ол тең бүйірлі үш бұрыш деп аталады. Егер барлық үш қабырғасы да тең болса, онда тең қабырғалы үш бұрыш. Ал егер барлық қабырғаларының ұзындықтары әртүрлі болса, онда қабырғалар әртүрлі үш бұрыш деп аталады екен. Төртінші есеп. Суретке қара. Үш бұрыштарды қандай да бір белгілері бойынша топтарға бөл. Оларды басқаша қалай бөлуге болады? Бізде әртүрлі үш бұрыштар берілген. Енді топтарға бөлейік. Тік бұрышты QRA, сүйір бұрышты MKS, KS, доғал бұрышты V, тең бүйірлі K, тең қабырғалы MS, қабырғалар әртүрлі QRCAV бұрыштары екен. Бесінші есеп. Сызғыштың көмегімен үш бұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлше. Олардың қандай үш бұрышқа қабырғалары әртүрлі, тең қабырғалар тең бүйірлі жататынын анықта. Нөмірі бойынша топқа бөліп жаз. Бізде қабырғалары әртүрлі: 1, 5, 3, 7, 4, 11 және 12 нөмірдегі үш бұрыштар. Тең қабырғалары жоқ. Тең бүйірлі 2, 6, 8, 9, 10 нөміріндегі бұрыштар екен. Алтыншы есеп. Жазбаша есепте бізде көп таңбалы сандарды қосуға, көбейтуге берілген. 87.658 қосылған 68.763 қосылған 18.764. Біз 87.658-ді қосамыз 68.763-ге, 156.421 шығады. 156.421-ге қосамыз 18.764-ті, 175.185 шығады екен. Екіншісі 986.409 қосылған 5.876 қосылған 5.432 тең болады 997.717-ге. 6.786 қосылған 46.896 қосу 41.089 94.771-ге тең екен. 60.999 қосылған 45.398 қосылған 10.342 тең болады 116.739-ға тең болады екен. Дәл осы түрде көбейтуді де шығарамыз. Жетінші есеп. Тең қабырғалы AVS үшбұрышының периметрі 27 см-ге тең, оның қабырғаларының ұзындығын тап. Периметр табу үшін
аны табу үшін P-ны бөлеміз 3-ке. 27-ні 3-ке бөлеміз 9 сантиметр. АВС үшбұрышының қабырғасы 9 сантиметрге тең екен. Тең қабырғалы үшбұрыш туралы осыған ұқсас есеп құрастыр. А 4 сантиметр, периметрін табу үшін 3-ті көбейтеміз 4-ке, 12 сантиметр. АВС үшбұрыштардың периметрі 12 сантиметрға тең екен. 8-ші есеп тапсырманы орында. Үшбұрыш пішінді гүлзардың сызбасына қара, оның ауданын қалай табуға болатыны ойлан. Яғни, бізде S-ті табу үшін бізде 16, ұзындығы 16, ені 16, ұзындығы 14 сантиметр. Ұзындығы 16, ені 14 сантиметр. Яғни 16-ны көбейтеміз 14-ке, бөлеміз 2-ге. S-ті табу үшін 112 метр квадрат. Бұл жерде бізде гүлзардың ауданы 112 метр квадратқа тең екен. 9-шы есеп, ойлан және жауап бер. Әлім 37 литр суды 2 шелекке құйып алды. Оларды әкеле жатып, бірінші шелектен 2 литр суды, ал екінші шелектен 5 литр суды төгіп алды. Енді шелектердегі судың көлемі бірдей болды. Әрбір бөлшек шелекте неше литр су болды? Бізде теңдеуіміз x қосылған 2 қосылған x қосу 5 тең 37-ге, x қосамыз 2 қосылған x қосу 5 тең 37. 2x қосылған 7 тең 37, 2x тең 37 азайтамыз 7-ні, 2x тең 30-ға. Енді x табу үшін 30-ды бөлеміз 2-ге, x-іміз 15-ке тең екен. Жауабы бірінші шелекте 17 литр су болды, екінші шелекте 20 литр су болған екен. Екінші шелек 15-ке қосамыз 5-ті 20 литр. Есеп, суретке қара, берілген белгілері бойынша үшбұрыштарды топқа бөл. Оларды басқаша топтауға бола ма? Үшбұрыштары қабырғалары. Яғни тікбұрышты, сүйірбұрышты және доғалбұрышты ғып топтауға болады. Әсінде қабырғалары әртүрлі, тең бүйірлі және тең қабырғалы етіп топтауға болады екен.